Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, арма қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Жалғыз ұлынан айырылып қалған 63 жастағы әйел дүниеге қыз баланы әкеліп, жұртты таңғалдырды. Жалғыз ұлынан айырылып қалған 63 жастағы әйел дүниеге қыз баланы әкелді. Қытайдың Сюньюан қаласында болған оқиға жергілікті тұрғындарға ғана емес, халықаралық ақпарат құралдарына да таңғалдырды. 63 жастағы әйел өміріндегі ауыр қайғыдан кейін тағы бір рет ана атануға бел буып, нәтижесінде қыз баланы дүниеге әкелді. Қазіргі уақытта анасының жағдайы жақсы, дәрігерлер оның босанудан толық қалпына келгендігін айтты деп хабарлайды Мәлім.кз. Өмірін өзгерткен қайғылы жағдай. Net2know басылымының жазуынша, бұл ерекше шешімге әйелдің басынан өткен ауыр қайғы себеп болған. Оның 35 жастағы ұлы онкологиялық аурудан қайтыс болған. Ер адам өз табысын құрып, бала сүйіп үлгермеген. Ұлын жоғалту анасы үшін ауыр соққы болып, оның өмірдегі үлкен өзгерістерге алып келген. Дәрігерлер жасы ұлғайған әйелге жүктіліктің қауіпті екендігін бірнеше рет ескерткен. Соған қарамастан ол өз шешімінен бас тартпай, экстракорпоспаралдық ұйымдықтар және де эко әдісінің көмегінде жүкті болды. 9 айдан кейін босану сәті өтіп, дүниеге қыз баланы әкелді. Мамандардың айтуынша, ана менен нәрестенің жағдайы жақсы. Тіпті дәрігерлер егде жастағы ананың босануда көптеген жас әйелдерден де жақсы өткізгендігін атап өтті. Ана жүрегінің қалауы. Журналистерге берген сұхбатындағы әйел мұндай қадамға баруына ұлын жоғалтқаннан кейін ауыр сезім болып қалғандығын айтты. Егер оның немерелері болғанда, мұндай тәуекелге бармас едім дейді. Мен тек баламның өмірге қайта оралғандығын қаладым, деді ол. Бұл сөздер қоғамда үлкен әсер қалдырып, аналық махаббаттың шексіздігін көрсететін мысал ретінде кең талқылануда. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.